Ролл шторды қалай орнату керек? Сіздерге бүгін соны түсіндіретін болам. Бірге болыңыздар. Алдарыңызда ролл шторы. Ролл шторды екі жағында ұстап тұратын. Және мына цепочка. Осы төрт нәрсе. Осы бір ролл шторды осы төртті болады. Яғни төрт шуруппен қатырылады. Мына жерде екі түрлі шуруп бар. Біреуі мынандай қалпақ, тегіс мына жері, көріп тұрғандар. Біреуі мынандай шурупты қолданбаңыздар. Өйткені мына шуруп соңына дейін қатырған кезде, мына пластмасқа кірген кезде, мына екі жаққа кеңіртіп, мына жерден пластмасты сындырып жіберуі мүмкін. Сондықтан мына шурупты қолданыңыздар. Бұл жатып қалады. Біріншіден, екіншіден ролл штордың мына жерде матаны қыстырып қалмайды. Бұл толық жатады. Ал бұл болса, мына шуруп кішкене сәл ашық тұрады. Осының арасына мына ролл шторы қыстырып қала беретін болады. Енді бұл цепочкасына келетін болсақ, мына крепление терезе жағында тұрады. Яғни, бұны орнатпас бұрын, менікі сол жағына орнатам. Сол жағына орнатқаннан кейін, мына крепление терезе жақта тұрады. Терезеңіз мына жақта болса, сол терезеге қарап тұрады. Бұла қарай орнатсаңыз, мына жағында тұратын болады. Енді біз бұлай орнатамыз. Мына роллды орнатпас бұрын 10 сантиметрдей осылай қалдырамыз. Орнатқан кезде 10 сантиметр осылай тұрады. Алдымен бір жағының өлшемін аламыз. Өлшемді мына жалюзидің, мына рулонның, оралып тұрған рулонның шетімен мына сызықтың бойымен аламыз. Яғни крепление бар пластиктің, соның бойымен аламыз. Алып тастап, карандаштап жүр. Сызып аламыз асты мен үстін. Мама қосаты отырсын ғой, күшіктене. Екінші жағын мынадай қылып кигізіп, жаңа қатырған жерге кигіземіз үшін. Енді осылай ұстап тұрып, қатырмас бұрын жалюзиімізді түсіреміз. Жапқышымен түсіріп, мына шетін төмен тартып аламыз. Кейін жаңа шетін сызықпен мына жоғар жағын келтірдік қой. Сол енді мына шеті толық ашқаннан кейін мына шеті мына сызыққа келу керек. Сызыққа келгеннен кейін қайтадан жоғары көтереміз. Мына шетін ұстап тұрамыз. Қолды жіберіп алмаймыз. Ұстап тұрамыз да мынаны ашып, үстін басып
карандашпен белгілеп аламыз. Мына пышақпен керген өткір нәрсені былай аламыз. Мына жерде өзінің алатын жері, мына пышақпен ашып жібереміз. Кейін осы жағын орнатып, бір жағын кигізіп, кейін екінші жағын кигіземіз қайтып орнына. Почти дайын болды.